Bismillahirrahmanirrahim. Mına iyisi қазаққа әйгілі Құнанбай, Абайдың ұлы Абайдың әкесі. Ізғұттының кім екенін қазақтың енді көпшілігі біреу білсе, біреу білер емес. Мен осы балаларға, болашақтағыларға естерде қалсын деп осы бір-екі ауыз сөз айтқым келіп отыр. Ізғұтты Құнанбай менен екеуі бірі әке, бірі бала болып біздің Найман ішінен Тойбаладан туған бала жиенін асырап, Ізғұттыны Құнанбай өзі бауырына салған. Содан өзінің баласындай өмір бақи жан серігі болып, жауға шапса бірге шауып, жақсылықты да, ауыртпалықты да бірге көрген адам. Ақыры Мекеге екеуі бірге барып, Мекенің жолында көрген азапшылықты барлығын екеуі бірге тартып, жол жөнекей Құнекеңнің көрген азабын соны Ізғұтты марқұм бірге көріп, аман-есен қайтадан ел жұртына келіп, осында қажылық міндетін атқарып келген болдығын. Содан кейін Құнекең көз тірісінде ағайын жора жолдас маңайындағы туыс-туыстар бәрін шақырып алып, менің көзім егерде жұмылып кеткен жағдайда Ізғұттыға Найманнан келгесін, қыздан келгесін, қыздан туғасын деп, ішінде кішкене іштарлық болмасын. Өле қалғанда мен өліп кетсем, Ізғұттыны осы жерлегенде менің жанымнан топырақ бұйырсын тегінде деп өзің айтып кеткен сөзі бар екен. Содан Құнекең қайтыс болғаннан кейін біздің Ізғұтты атамыз да бір жылдан кейін өсіп қайтыс болады. Сол осы мына тұрған Ақшоқыдағы мына зиратқа екеуі қатар жерленген. Ал енді осы жерде екеуі бірге жатыр. Міне қанша жылдан бері қарай. Енді осы жерге біз міне кіріп, бала шағамызбен бір Құран оқушыға келіп отырмыз. Амин, Алла Тағала қабыл етсін. Ата бабамыздың аңсаған арманы, бала шағамыздың, ұлы бабамыздың басына бүгін таза қойып, соның құрметіне бір ауыз аят оқиын деп отырмын. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи роббил ғаламинир-рахманир-рахим. Ияка нағбуду, ияка настағин. Идина сират-әл-назина әлләмта ғалайхим. Ғайрил нағбуду, ияка нағбуду, ияка настағин. Ураддалин. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad, Allahu samad, lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad. Allahu ekber. Allahu ekber. İlahe illallah. Allahu ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad, Allahu samad, lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad. Allahu ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad, Allahu samad, lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad. Allahu ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alamin. Amin. Осы Құранның қасиетті сүресін өшіріп жатқан барлық қасиетті арбақтарға бағыштыла кеп, бүгін осы Ізғұтты бабамызға арнай бағыштап отырмыз. Я Раббим, Раббан атина фи дуния хасанатан, бир рахмати хасанатан. Аллах бар, я Құдай өзің сауапқа жаза көр. Аллах акбар. 2007 жыл 24 тамыз бала шағам осы күн естелікте болып қалсын. Аталарының бабына басына кеп тас қойған күн.
аты бабамыздың қыстауы. Қазір бір жеке шаруашылығы орналасқан. Шаруа қожалығы. Құдық. Үйдің алдында күлте болмақта күлте белен биік қып еді ғой. Анау қарауылды қараушы. Енді осы қорған нәберде екен, сол қорған. Ол совет үкіметі болмай тұрғанда болған ғой. Мына жергілікті Қасқабұлақтың тұрғыны болмағандықтан біз енді жорамалдап отырмыз. Бабамыздың үйінің орны осы болуы керек деп міне. Ескі көңменен қорған жатыр, мына күлтөбесі жатыр. Мына азаматтар айтып тұрған жерде шілік, ызғұтты шілігі мынау дөңнің астында деп, солай ма? Дөңнің астында. Мына арада міне анау жерде бұлақтар бар деді, 3 бұлақ. Абайдың туған жер деген бұлақтар бар деді. Бізді тарихта жазылған ғой, ызғұтты бұлағы деген бұлақ бар. Мөлшері сол жерде болу керек бұлақ. Мүмкін бір жерде болған шығар заманда, мүмкін кейіннен қазір құрғап қалған шығар. Осылай болу керек енді. Мөлшері міне осы қыстақтың аты ызғұттының қыстағы дегеннен кейін осы арада барлығы. Солай ғой енді, солай ғой.